Сәлеметсіздер ме? Мен Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің дене тәрбиесі кафедрасының оқытушысы Илюкешев Айбек Ергалиевичпін. Менің жаппай ашық онлайн курсыма қош келдіңіздер. Алдыңғы сабақтың тақырыбы бүркітшілік, бүгінгі сабақтың тақырыбы алтын сақа ұлттық ойыны. Қазақ халқының ұлттық ойындары халқымыздың рухани дүниесінің, салт дәстүрінің, мәдениетінің ажырамас бөлігі. Олар тек қана көңіл көтеру құралы емес, сонымен бірге ұрпақ тәрбиесінің, қоғамдағы қарым-қатынастарының, дүниетанымының көрінісі болып табылады. Сол ұлттық ойындардың ішінде ерекше орын алатындары асық ойындары. Асық көшпенді қазақ баласының қолынан бір сәт түспеген, ойында, құралда, кейде тіпті балаға символдық мәні бар тәлімдік затта болған. Сол асық ойындарының ішіндегі ең танымалы әрі күрделілерінің бірі алтын сақа. Бұл ойын тек балалар ғана емес, жастар мен ересектер арасында да кең тараған. Себебі ол мергендікті, дәлдікті, байыпты ойлауды, қолдың ептілігін, көздің қырағылығын қажет етеді. Асықтың түр-түсі, салмағы, пішіні ойын нәтижесіне тікелей әсер етеді. Сол себепті асыққа қатысты ұлттық дүниетанымда да түрлі ұғымдар қалыптасқан. Мысалы, көк сақа, құмай сақа, жабайы сақа, ақсақал сақа, алтын сақа және басқалар. Бұлардың ішінде алтын сақа ерекше бағаланған, ойыншылардың ең қадірлі асығы саналған. Ойынның шығу тарихы. Алтын сақа ойынның түп тамыры сонау ежелгі түркі тайпаларының балаларынан бастау алады. Этнографтар мен зерттеушілердің пікірінше, асықпен ойнау 5000 жыл бұрын пайда болған. Археологиялық қазбалардан табылған қой, арқар, бұғы, тіпті түйе асықтары ежелгі балалар ойындарының болғанын дәлелдейді. Түркі халықтары арасында асықты қасиетті, киелі зат ретінде қарастырған. Қазақ халқында алтын сақа ойыны туралы аңыздар мен ертегілер де бар. Мысалы, ер төстік ертегісіндегі шалқұйрықтың көмегімен табылған алтын сақа баланың ақыл-парасатын, ізденімпаздығын, табандылығын көрсететін символ. Бұл ертегі арқылы алтын сақа ерекше киелі, табылуы қиын, қадірлі зат ретінде сипатталады. Шындығында ойыншылар алтын сақаны арнайы таңдап, өңдеп, кейде тіпті алтын түспен сырлап қадірлеген. Тарихи зерттеулерге сүйенсек, алтын сақа көбіне жаугершілік замандарда балалардың ептілігін, қол саусақ моторикасын дамыту үшін қолданылған. Асық лақтыру, садақ атудың, найзаны дәл бағыттаудың алғашқы жаттығулары ретінде туған. Сондықтан бұл ойын тек ермек емес, болашақ жауынгерлердің дайындық элементтерінің бірі болған деп есептеледі. Ойынның мазмұны мен жалпы сипаттамасы. Алтын сақа асықтың ішіндегі ең бағалы түрімен ойнайтын ойын. Сақа басқа асықтарға қарағанда ірі, ауыр, әдемі, салмақты болады. Ол көбіне қойдың, кейде арқардың асығынан жасалады. Алтын сақа ойында ойыншылардың негізгі мақсаты көздеп тұрған асықты дәл атып ұшыру. Ойын әртүрлі нұсқада ойналады, бірақ оның ортақ принциптері мергендік пен дәлдік, жеделдік, тез шешім қабылдау, тактикалық ойлау, қол ептілігі мен көз мөлшері. Алтын сақа тек бір ойын емес, асықпен байланысты бірнеше ойын түрінің жалпы атауы ретінде де кездеседі. Көкпар, асық, алшы түсіру, шеңберден шығару, тақ және т.б. Ойынның негізгі ережелері бір. Ойынға дайындық: ойыншылар шеңбер сызып, оның ішіне бірнеше асық тастайды. Әр ойыншы өзінің сақасын бөлек алып келеді. Алтын сақа ерекше салмақты, әдемі сақа болуы тиіс. Ойынның жері тегіс, қатты болуы керек, дала, үйдің іші, алаң. Екі ойынның басталуы: ойыншылар жеребе арқылы бірінші болып ойнайтын адамды анықтайды. Жеребе көбіне алшы, тәйке, бүк немесе шіп түсіру арқылы жүргізіледі. 3. Шеңбердегі асықты ату: бірінші ойыншы сақамен шеңбер ішіндегі асықты атуға тырысады. Егер асықты шеңберден шығарып жіберсе, ол асық оның меншігіне өтеді. Дәл тимесе, кезек келесі ойыншыға беріледі. 4. Ерекше жағдай: алтын сақа түскенде егер ойыншылардың біреуі шеңберден алтын сақаны шығарып алса, ол үлкен жеңіс болып саналады. Кей ауылдарда алтын сақаны ұтқан бала сыйлық, құрмет немесе арнайы марапат алған. 5. Ойынның аяқталуы: шеңберде асық қалмаған кезде ойын тоқтатылады. Әр бала өзі ұтқан асықтарды алып кетеді. Кейде ойыншылар асықтарды ортаққа жинап қайта ойнайды. Ойынның тәрбиелік мәні: алтын сақа жай ғана ойын емес. Оның тәрбиелік, танымдық, психологиялық, әлеуметтік мәні өте зор. Бір, физикалық қабілеттерді дамыту, саусақ моторикасын жетілдіреді. Көз бен қолдың үйлесімділігін арттырады. Дененің қозғалыс дәлдігін қалыптастырады.
рефлекс, жылдамдық, тепе-теңдік сезімін дамытады. 2. Ақыл ойды жетілдіру, стратегиялық ойлау дағдысын қалыптастырады. Тиімді тәсілдерді ойлап табуға ынталандырады. Сабырлылық пен зейінді арттырады. Дәлдікпен есептеуді үйретеді. 3. Әлеуметтік мәдени тәрбие, ұжымдық ойнауды, қарым-қатынасты күшейтеді. Достық пен бәсекелестікті мәдениетті түрде қалыптастырады. Ұлттық рухты, салт-дәстүрді құрметтеуге баулиды. 4. Бала психологиясына әсері жеңуге де, жеңілуге де үйретеді. Төзімділік, табандылық береді. Ойын барысында бала өзіндік шешім қабылдауға үйренеді. Қазіргі замандағы алтын сақа бүгінде бұл ойын қайта жаңғырып келеді. Мектептерде, ұлттық мерекелерде, наурызда, этноауылдарда жиі ойналады. Тіпті асық ату бойынша республикалық, халықаралық жарыстар ұйымдастырылуда. Асық-қыр мәдени мұрасының бір бөлігі ретінде ресми түрде тіркелген. Алтын сақа ойыны көптеген өңірлерде балалар үйірмесінде, спорт секцияларында арнайы оқытылады. Турнирлер өткізіліп, жеңімпаздар марапатталып отырады. Алтын сақа ғасырлар бойы ұмытылмай келе жатқан қазақ халқының ұлттық мұрасы, тәрбиелік мәні жоғары ойындардың бірі. Бұл ойын қазақтың әлемді тануында, бала тәрбиелеуінде, ой өрісін дамытуында ерекше орын алды. Сондықтан ұлттық ойындарды жаңғырту өткен мен бүгінді жалғайтын алтын көпір. Алтын сақа ойыны осы көпірдің маңызды бір бөлігі ретінде ұрпақ санасында мәңгі сақталуы тиіс. Бақылау сұрақтары. 5 сұрақ. 1. Алтын сақа ойынның шығу тарихы қазақтың қандай шаруашылық және мәдени дәстүрлерімен байланысты? 2. Сақаның кәдімгі асықтан қандай айырмашылығы бар? 3. Ойын барысында сақаны қолданудың негізгі әдістері қандай? 4. Асықтың түсу түрлеріне қарай ұпай қалай есептеледі? 5. Алтын сақа жарысы нұсқасының ерекшеліктері қандай? 6. Бұл ойын балалардың қандай физикалық қабілеттерін дамытады? 7. Алтын сақа психологиялық тұрғыдан қандай қасиеттерді қалыптастырады? 8. Қазіргі мектептер мен балабақшаларда бұл ойын қандай мақсатпен ойналып жүр? 9. Ұлттық құндылықтарды сақтауда алтын сақа ойынның рөлі қандай? 10. Неліктен асық қазақ мәдениетінде балалық шақтың басты символы ретінде есептеледі? Назарларыңызға рахмет.